Қайырлы күн баршаңызға. Біз бүгін 9-шы сынып алгебрасын қарастырамыз. Бізде 23-те 10-шы есеп келтіру формулаларына арналған. Бұл есепті біз өрнекті ықшамда дейді. Ықшамдау үшін бізге керек болады. Бірінші мына жұптақ тригонометриялық функциялардың жұптақтылығын қараймыз. Және де келтіру формулаларының кестесін міндетті түрде пайдаланамыз. Бірінші бізде қарайық. Және де мұнда бізде мына формулалар керек болады. Тригонометриялық функциялардың кейбір мәндері деген. Бұл 9-шы сыныптың кәдімгі ең бірінші бетін ашсаңыз, осылай тұрады. Қарайық. Жұптақтылығына байланысты қарайық. Синус минус альфа жақшаның ішінде. Бізде қарайық, иә? Мұнда синус минус альфа неге тең? Минус синус альфаға тең. Яғни жазамыз минус синус альфа. Котангенс пи минус альфа дегеніміз не? Қараймыз міне кестені. Пи минус альфа котангенсте минус котангенс альфаға тең екен. Яғни жазамыз көбейтілген минус котангенс альфа. Көбейту алу деп жазбаймыз, минус деп. Біз кәдімгі жақшаға аламыз. Минус котангенс, теріс котангенс екенін көрсету үшін. Келесі косинус 360 градус минус альфа дегеніміз неге тең? 360 градус минус альфа косинуста міне бізде косинусты береді екен. Яғни жазамыз косинус альфа деп. Көбейтілген тангенс пи плюс альфа деген неге тең? Қарайық. Пи плюс альфа тангенсте неге тең? Тангенстің өзіне тең екен, өзгермейді. Жазамыз тангенс альфаға тең екен. Енді бізде мына минус пен минусымыз көбейтілсе, плюсты береді. Жазамыз синус альфа. Мына котангенсті айналдырамыз. Косинус пен синус пен өрнектеп аламыз, яғни бізде оны қарасақ болады. Котангенс дегеніміз косинустың синусқа қатынасы екен, жазамыз синус альфа көбейтілген косинус альфа синус альфа. Бөлшектің бөлімі, алымы барлығы косинус жазып қоямыз. Тангенсті дәл солай өрнектеп аламыз, яғни қараймыз тангенсіміз синустың косинусқа қатынасы екен. Жазамыз синус альфаның косинус альфа қатынасы. Енді бұл жерден қарайтын болсақ, бізде қысқартулар бар, Мына алымындағы синустар кетеді қысқарып. Сосын бөлімінде косинустар кетеді. Сонда не қалды бізде? Косинус альфа мен синус альфа қалды, Алымында косинус альфа, бөлімінде синус альфа. Енді қарасақ, бізде косинустың синусқа қатынасы, ол бізде не береді? Котангенс береді, Демек бізде не шығады екен? Котангенс альфа шығады екен. Екіншісін қарастырайық. Алымында бізде алымы үсті. Синус пи плюс альфа көбейту котангенс 2пи минус альфа берген. Бөлімінде бізде бөлімі асты болады. Бөлшектің косинус 720 градус минус альфа көбейтілген тангенс 2пи плюс альфа. Бізде мұнда сразу мыналарды келтіру формулаларының кестесіне қарап жаза аламыз. Мынаны бізде өрнектеуіміз керек болады. Қазір айтам. Синус пи плюс альфа дегеніміз неге тең? Қарайық. Пи плюс альфа синуста минус синусты береді екен. Жазамыз минус синус альфа көбейтілген котангенс 2пи минус альфа дейміз. 2пи минус альфа котангенсте минус котангенс альфа береді екен. Жазамыз минус котангенс альфа деп. Бөлімінде косинус бізде 720 дегеніміз, ол 2 көбейтілген 360 градус деген. 2 көбейтілген 360 градус деген. Яғни бізде 360 плюс альфа дегеніміз бізде не? Косинус, 360 минус альфа екен. 360 минус альфа косинуста бізде косинусты береді. Демек жаза аламыз біз мұнда тек қана косинус деп. Косинус альфа. Енді мұна тангенс 2пи плюс альфаны қарайық. Тангенс 2пи плюс альфа дегеніміз бізде тангенсті береді екен. Тангенс альфаға тең, Енді бізде минус пен минусты көбейтсек плюс болады. Синусты жазамыз да. Котангенс дегеніміз жаңа айтқандай, котангенс бізде косинустың синусқа қатынасы. Жазамыз косинустың синусқа қатынасы. Ал тангенс дегеніміз қарасақ, синустың косинусқа қатынасы екен, Көбейту синустың косинусқа қатынасы. Яғни бізде тағы да мыналар қысқарып кетеді. Сонда не қалады? Алымында косинус альфа, бөлімінде синус альфа қалады, Ол неге тең? Тағы да котангенс альфаға тең екен. Келесі бізде тангенс минус альфа алымында, бөлімінде косинус пи минус альфа. Тангенс минус альфа көбейтілген косинус пи минус альфа, ал бөлімінде синус пи минус альфа көбейтілген котангенс пи плюс альфа. Бізде тангенс минус альфа неге тең? Ол минус
минус тангенс альфаға тең. Жалпы балалар, бұнда бізде тек косинустан басқасының барлығы минуспен шығады. Қарап тұрсақ, косинус минус альфамыз ғана плюспен шығады. Соны естіп сақтап алсақ болады. Қайта-қайта мына формуланы қарамасақ болады. Яғни мұнда минус тангенс альфаға тең екен. Косинус пи минус альфа дегеніміз, нақты байқасаңыздар, 90 градуста бізде өзгереді косинус синус деп, 180-де бізде өзгермейді. 270-те өздері өзгереді, 360-та өзгермейді. Пи минус альфаны қарайық. Так, пи минус альфа косинуста бізде минус косинус береді екен, жазамыз. Минус косинус альфа міндетті түрде жақша қаламыз. Ал синус пи минус альфа дегеніміз бізде синус альфаны береді екен. Синус альфа көйтілген, катангенс пи плюс альфа дегеніміз ол катангенсті береді екен. Минус пи минусымыз көйтілсе бізде плюс болып кетеді. Тангенсіміз дегеніміз ол синустың косинусқа қатынасы, жаңағындай қарасаңыздар болады. Синусты жазып қоямыз да, катангенс дейміз, керісінше бізде косинустың синусқа қатынасы. Сонда қысқарып кетеді тағы да. Не қалды? Алымында синус альфа, бөлімінде косинус альфа, ал бұл дегеніміз бізде синустың косинусқа қатынасы, ол тангенсті береді екен. Яғни бізде шығады тангенс альфа.